Шайғасса да жүректің тағына кім, мен басқаны аңсаймын, сағынамын. Көргім келмей оны мұң қарығанын, көргім келген сәттерден жалығамын. Жүрегімнен жүрегін қорғаштаған ол басқа адам, басқа мен жол бастаған. Ол көрген жердің бәрі таныс маған, ол көрген жанның бәрі жолдас маған. Есім оның естілер ескен желден, ол артық өшкеннен де өскендерден. Оның да кінәсі жоқ ерте жеткен, менің де кінәм аздау кештеу келген. Жүрек оның секілді таңның шығы, ардың шыңы сияқты әр дүрсілі. Мен сол шыңға бақыт боп қонғым келіп, көргім кеп көз кеудеме. Салдым шыны таза, әппақ, ерекше мөлдір тұнық. Сияқты әлем шыққанда сол құлпырып, ол сыйлаған сезімді қалқан етіп, тағдырға да мен қарсы көрдім тұрып. Кемшілігі болса да білгім келмей, жүрмін қазір түнде де күн күлгендей. Бір міні жоқ періште кейпіненер, бір ғашығы болса егер кімнің мендей. Мендік мұңға бір амал тапқан қарсы, оның ажар есімі мақпал даусы. Жүрегінде жақындар оның жанын, қайғымынан қашықта сақтаңдар. Маған сенің жымиғаның ұнайды, жалғыз сәтте жұбатқандай әлемді. Күткен, төзген, сағынғандар сыңайлы хат жазбаймын мен енді. Маған қазір бәрінен де ой қымбат, ешкім сөзін. Маған қазір бәрінен де ой қымбат, ешкім өзін, сөзін, тіпті көңілін бұлғамайтын айғыздап. Ой ішінде өтіп жатыр өмірім, ой ішінде өзің барсың тап-таза, көңіл ішің көзі тұнық, мұң әсем. Сағынғанда сарғайған бір шақта да өлең болып мөлдірейсің мына сен. Менің қазір жаным тұтқын, сөзім шер, тағдыр айдап тар шеңберде қысылдым. Мұны өмір деп айтады өзіншел, ал мен болсам өгейлік деп түсіндім. Қазір бізде түс әлеті тыныштық, ұйқы ғайып, көңіл кемдеу, күй бөлек. Неге сенің көз жанарың тым ыстық, неге жаным сен дегенде күй керек. Қазы қалғыз өзіңді сыйғып берген, жүрегіңе жүретін билік берген. Содан болар сұңғақпын серілерден, содан болар жылдамын жүйріктерден. Қаймықпайтын қойса да дауға апарып, кеуде керсе кететін тау қопарып. Мен сенімен батылмын, сен жылама, өзіңді өр кеудемнен алда танып. Қай қасірет болса да қарсы қарай, сен барында тұрар жас тамшыламай. Мен жыласам жылаймын, кейде сенің жылап қалған кезіңе жан шыдамай. Сенен басқа жоқ мені күткен ешкім, сенен жырақ жақтарда мықты емеспін мен, сенімен адаммын. Білесің бе, ал өзіңсіз ешкімде түк демеспін. Айтқаныма көн, ажар, тек ішімнен. Барлығы болсын бізде келісіммен, сен мен үшін ауа жұт, тынысыңды ал, ал өмірді сүрейін сен үшін мен. Бәрі тұрау, бір жымиған бейнеңде. Бүгін рұқсат, бәрі тұрау, соны көріп келем мен, бір жымиған бейнеңде. Бүгін рұқсат бергім келді әлемнен, саған ғана сөйлеуге. Сен ғана айт мөлдір ойдың барлығын, тұншыққан біз онсыз да. Күйбең тірлік болғанымен әр күнім жүрек бар ғой, солсыздар. Кейде туар кофейсінен, әтірден, сезім сіңген мың әуен. Сені қимай қоштасатын сәтімнен басталады бір өлең. Сенсіз шақта астананың бұл тауыр, мөлтете қап жауардай, жүрек жайлы сұрамай жүр бұл тағдыр. Жауап жоқ, сауалдай. Мен сені
сағынған екем бір жұмбақ өмірдей болып. Мен сені сағынған екем жаңбырлы сәуірдей болып. Мен сені сағынған екем сағындым деп те айта алмай. Мен сені сағынған екем хатыңа жауап қайтармай. Мен сені сағынған екем маусымның күніндей болып. Мен сені сағынған екем желтоқсан түніндей болып. Мен сені сағынған екем жұрт айтса елеңдеп кетіп. Мен сені сағынған екем өн бойым өлең боп кетіп. Бізге бәрі ортақ енді, күрсіністе. Бізге бәрі ортақ енді, күрсіністе, күлкіде. Кеудемдегі жарты әлемді теңестір өз мүлкіңе. Бөлінбейтін шекарамыз, мәмілеміз бар біздің. Бірге шыңға жете аламыз, күні құрсын жалғыздың. Сыйымызды жалғастырар нәзіктік пен еркектік. Бірін бірі алмастырар еркелік пен тентектік. Сорымызды тұсап тәңір болсын деген тек бірге мен ашайын. Құшаққа кір, өз құшағым деп білде. Сенің әппақ алғысыңмен ғұмыр кешкім келеді. Мен өмірді мәнді сүрем, ол да ортақ себебі. Сені көру ауырмаған шындыға, жан дүнием сөгіліп. Бәрі жақсы болатындай бір күні алдайды ғой көбімін. Бір бұйығы бөлек қалған жолыма, қалай ғана кез келдің. Бір сағыныш ерді тағы соңыма, мен тағы да өзгердім. Тым бөлектеу жанарыңа мен ылғи, қарамадым тым ыстық, сыр білдірмес сыңай беріп көңіл күй. Үнсіздікпен ұғыстық, еш нәрседе айтпай үнсіз қалғанша. Неге өртеніп кетпедім, сені қорғап қалаланба солғанша. Көктемім ай көктемім. Бәрекелді. Қазылар осы жерден тоқтатпасақ, ауыз бергендер ауыр болып бара жатыр. Bir ayınlandırsın da. Şart boyunca екеуден біреу қалу керек, біреу келесі кезеңге өту керек негізі. Дауысқа саламыз ба? Дайынбыз ба? Дуэлді бастаған Мұхағали Кенжетайұлы. 3 дауыс. Осылай өкінішпен енді дуэлді қорытындылаймыз. 3 дауыспен Мұхағали Кенжетайұлы келесі кезеңге өтті. Бірақ ажар Ерболғанға қошеметтеріңіз болсын. Өте лайықты дуэль жасады. Мына